Әйел түн ортасында қайын атасының кітап бөлмесіне жасырын кірді. Тіпті оның атын атап шақырып жіберді. Келесі сәтте ол бұл өзінің күйеуі екенін көріп абдырап қалды. Күйеуі оның бұл жерде не істеп жүргенін сұрады. Күйеуі оған бұл атты қашаннан бері айтып жүрсің деп сұрағанда Анизи өзін ақтауға тырысып, түнде қорқып кеткен шығармын деп түсіндіре бастады. Бірақ Суат оған сенбеді. Қай келін түннің бір уағында қайын атасының бөлмесіне барады. Ол Анизиден осында кетпей тұрып өзіне дұрыс түсініктеме беруді талап етті. Амалсыз Анизи бұл жерде бір нәрсе жасырып қойғанын айтты. Бірақ ол алтын жасырғанын айтқысы келмеді. Күнделікті дейді. Оны ешкім таба алмайтын жер болғандықтан осында қойдым деді. Суат сол күнделікті көруді талап етті. Анизи шкафқа барып іздеп жүріп бір дәптер тапты да міне осы деді де бөлмеден шығып кетті. Бірақ жүрегі қорқынышқа толы еді. Бірақ ұзаққа жасыра ала ма екен? Келесі күні ол ештеңе болмағандай баласына қарады. Бірақ Суаттың жүрегіне күдік ұялаған еді. Өйткені ол Анизидің ешқашан күнделік жазбайтынын білетін. Қашаннан бері жазып жүр? Неге ол мұны еш көрмеген? Анизи күйеуінің үйде болмайтынын, осында келген күннен бастап жазғанын айтып жыламсырап оны сендіруге тырысты. Ұзақ әңгімеден кейін Суат сәл жұмсарды. Бірақ күнделікті көргісі келетінін айтты. Анизи қарсы болды. Өйткені ол мүлдем күнделік жазбаған. Алайда күнделік басқаларға көрсетілетін нәрсе емес. Күйеуі болса да деді. Суат әзілдеп бір күні тауып алсам өзім оқимын деді. Шакир отбасы ақшадан айырылып қалғаннан кейін олар үйдің бос бөлмелерін жалға беруді бастады. Бірақ кім келіп жатқанын өздері де білмейді. Бұл жағдай үш әйелді қатты алаңдатты. Олар жалға келген адам Шакирдің бұрынғы сүйіктісі емес пе деп ойлады. Сондықтан таңертең ерте келіп тексеруді ұйғарды. Олар келгенде кәрі қызметші оларды қарсы алды. Жаңа жалдаушы кім? Ер адам ба, әйел ме, жас па, қарт па деп сұрады. Бірақ қызметші дұрыс айта алмады. Олар бөлмеге жақындағанда іштен біреу жүргендей дыбыс шықты. Бөлмені ашқанда ол жай ғана күтуші болып шықты. Сара киімдерге қарап, Розалиге ұқсайды деп қорыққан. Бірақ келген әйел басқа болып шыққанда үшеуі жеңіл дем алды. Осы кезде келін бір қап алтынды жасырғанын ешкім білмесін деп, кінәні күтушіге аударып ұрлады деп жала жапқысы келді. Бірақ оған ешкім сенбеген соң ол тіпті баласының атымен ант берді. Осылайша олар не айтарын білмей қалды. Сүмбіл болса алтынды таба алмай шаршап жүрген. Анизи келіп қалғанда ол өзін тазалап жүргендей көрсетті. Измет Сүмбілге мойындауын талап етті. Ол өзін кінәлі емес екенін, ондай адам емес екенін айтып жыланды. Ондаған жылдар осы үйде адал жұмыс істеп жүргенін айтты. Бірақ оған ешкім сеніңкіремеді. Сүмбіл бұл жерде Суат үшін қалғанын айта алмайды ғой. Сондықтан Измет оны алдымен сыртқа шығарып жіберді. Ол есіктен шыққан бойда Анизи оны мазақтағандай қарсы алып тұр екен. Кейін Измет кітап бөлмесіне келіп қараса, басқарушы бір нәрсе іздеп жатыр екен. Сөйтсе Шакирдің бір есеп кітабы жоғалып кеткен болып шықты. Дәл осы сәтте Суат әкесімен серуенге шыққалы бара жатқан еді. Изметтің аузынан Шакирдің бір дәптерін жоғалтқанын естіп қалды. Ең маңыздысы, ол дәптердің қызыл түсті екені. Мұны ести салысымен Суат бірден бірдеңені түсінгендей болды. Бұл туралы білген Суат ашуға булығып Анизиден сол дәптерді талап етті. Анизи болса алдын ала дайындап қойған екен. Ол жаңа сондай дәптер сатып алдырып, түннің бірінде күнделікке өзінің күйеуінен көрген қиындықтары мен жан жарасын жазып шыққан. Суат оны оқып жылап, Анизи кінәсіз екенін сезді. Анизи баланы құшағына алып артқы баққа беттегенде, Айше оны уақытында тоқтатты. Ол Анизидің келуі әке-шешесінің арасындағы қарым-қатынасқа сызат түсіргенін қаламады. Екеуінің шаттана күліп жылы жайдан шығып бара жатқанын көрген Анизидің жүрегі алай-дүлей болды. Шынымен де өзі мен Шакирдің арасындағы сезімге енді үміт жоқ па екен деген ой келді. Сол себепті келесі күні Анизи жаңа шешім қабылдап бұл жерден кетемін деді. Бұл Суатты таң өйткені 2 күн бұрын өзі кетпеймін деген. Қызым риза болса мен де риза болам деп еді. Енді кетем дейді деді. Үйдегілері естіп мәз болды. Бірақ олар сырттай сыр бермеді. Бұл уақытта Шакир қызыл есеп дәптерін таппай қатты ашуланып жүреді. Онда оның фермаға салған қаржысы мен пайда шығыны жазылған болатын. Ол осы уақытқа дейін қонақ үйге бар көңіл бөліп ферма басқаруын назардан тыс қалдырған еді. Енді шаруаның табысы азайғанның себебін тексермек болған, бірақ дәптер кітапханада тұр еді. Қалайша ғайып болды? Өзі де түсінбеді. Ол іздеймін деп жүріп бір құмыраны құлатып алды. Ішінен алтын салынған дорба шықты. Ол алтынды алып отбасындағыларға көрсетті. Олар не дерін білмей қалды. Сонда Сара тұрып бұл алтын келінімдікі деп қиыла қалды. Амалсыз Измет бұл алтын өзінікі екенін мойындауға мәжбүр болды. Өзі бұрыннан жасырын жинап жүрген, тіпті қайда қойғанын өзі де ұмытып қалған. Олар бұны осы күнге дейін іздеп таба алмағанын айтты. Бұл кезде Айше қатты таңғалды. Өзі бұл жайында мүлдем білмеген. Шакир ашуланбағанын көрген Изметтің көңілі жайланды. Бұл алтын біраз уақытқа жететін еді, бірақ Шакир бәрібір алтынды әйеліне қайтарып берді. Осымен алтын дауы аяқталды. Екінші күні басқарушы ферма туралы есепті Шакирге жеткізді. Ол жақтағы адамдар оларды алдап келген екен. Ферма жерінің жартысы оларға тиесілі болса да, табыстың қалған бөлігі басқаларға 3-4 есе көп бөлінген. Табысты біреу іштен жеп отырған еді. Сол себептен Шакир өзі сонда барып тексеремін деп шешті. Шакирдің жолға шығатынын естігенде Измет бұл жолы қуана келісті. Бұл Шакирге таңсық көрінді. Бұрын сапарға шыққанда әйелі әрқашан қабағын түйіп шығарып салатын, ал бұл жолы бәрі басқаша болды демек. Бірге өткерген қиындықтар олардың сенімін күшейткен екен деп білді. Осы сәтте Айше жылап үйге жүгіріп кірді. Анасы оны болашақ күйеуі ренжітті деп ойлады. Алайда ол Розали маған кетемін деп өтірік айтыпты. Ол осында екен деп жылайды.